Тоқты достарым, бүгін біз көршінің үйіне қонаққа баратын боламыз. Өзі кеше шақырғанбыз. Достар, алдымен видеоға лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. 1000 подписчикке жеткізейік, кеттік. Бірінші рет мен қызың үйіне қонаққа келіп тұрмын, достарым. Мен қатты қуанып тұрмын. Көрші, сәлем, мен келіп тұрмын. Қайдасың? Қазір келе жатырмын, күтеді. Қазір есікті ашамын. Көрші, кешіп келгеніме кешірім сұраймын. Бүгін түнделетіп келгеніме. Сен шақырған уақытқа келе алмадым. Өйткені менің қолым өші босамады. Рахмет есікті ашқаныңа. Жоға, несіне кешірім сұрайсың? Қайта уақытында мен қалаған уақытта келіп тұрсың. Кел, жайғас. Негізі дәл осы уақытта келуіңе рахмет. Мен қазір жоғарға барып келейін. Сен одан да үйге отырып жайғаса тұр. Мә, достарына қараңыздар, үй деген өте әдемі екен. Қыз баланың үйі болғасын, сондай тиянақты, бәрі жиналған әдемі күшті жерге. Мына қараңыздар, телевизор де бар екен. Мына жерге отырып тұрайын, кішкене достар, демалып, өзі келгенше. Сосын әрі қарай әңгіме айтатын шығармыз. Мә, достар, мына қараңыздар. От өз-өзімен қосылып кетті. Бұл қалай? Қараңыздар. Мына жерде оты қосылып кетті. Мен келдім, мен шараларын жасап болдым. Қазір саған жейтін бірдеңе қарайын. Қазір ашып көрейік, қалай ештеңе бар екен. Ару, сен ол жерден қайдан пайда болдың? Жаңа ғана жоғарғы этажда тұр едің ғой. Не болып кетті? Ой, сен қарамай тұрып жерге түсіп қойғанмын ғой. Сен одан да келіп кола істемейсің. Мына жерде кола бар. Рахмет, Ару. Сен сондай қонақжай екенсің. Мына коланың дәмі өте дәмді екен. Сен барып отыра бер, жайғасып. Мен қазір қасыңа көмейді кола болайын. Қазір әңгіме айтып, шай ішіп, отыра береміз, әңгіме айтамыз. Өзіңде не хабар, менде не хабар, бәрін айтып, әңгімелесіп отырайық. Мен соңғы кезде көп шаруаларыммен жүр екенмін. Сондықтан да кейде қолым босамайды. Ой, менде не хабар дейсің? Менде сол баяғы, сол жүрген. Басым айналып баратыр, Ару. Не болды ма? Ақыл өлді де. Айтқым келгені сусыным әсер еткен сияқты. Талып қалды екен, тексеріп көрейік. Талып қалған сияқты. Осы сусынды сен үшін әзірлейін деп көп уақытымды кетіріп алдым. Жақсы болған қараш. Өзі келіп қолыма түсті. Мен сенен күшті тағам дайындайтын боламын. Одан да барып сені төсекке апарып жатқызып қояйын. Мен барып астыға барып, өзімнің керемет сиқырлы сусындарымды дайындап, сені өз кәдеме жарататын боламын. Осы жерлерде қазаным, қасығым бәрі қайда бар еді. Осы жерде тұр еді. Қазір қолымды жуып алайын бірінші. Іске кіріспес бұрын. Мен оны сондай ақымақ деп ойлаған жоқ едім. Менің үйіме келіп, өзімнің қақпаныма өзі түсті. Ай, мен не деген ақылдымын. Достар, айтыңыздаршы. Ай, басым қатты ауырып отыр. Достар, не болды? Маған не болды? Мынау Арауның бөлмесі ме? Мені қамап қойған ба? Әлде есік ашық екен? Өзімнің келбетіме қайттан келгеніме қатты қуанып тұрмын. Енді көршінің Арудың кейпін кимесек те болады. Мен қазір заттарымды дайындап, күшті етіп, мына жерге тағы да өзім сияқты бір күшті нәрселерді жасайтын боламын. Қазір мен барып далаға кішкене шыға тұрайын, бірінші ваннаға кіріп алайын, достар. Есік ашық екен, достар. Мен қорқып тұрмын, достар. Бір өкпенің жаңалықтарында мыстан бар екен айтып еді. Мен бұның менің көршім болатын білмедім. Мына жерде жоқ екен астында. Достар, мен қайдан ғана бұл қызға қонаққа келдім. Мына есік жабық тұр екен.
қалай ашсақ болады екен? Қазір ашып көрейік. О, ашылды. Достар, ашылды. Ура, алақай. Бостандық. Мен барып қашам, достар. Мен енді бұл үйге қонаққа келмейтін боламын. Қаштым. Достар, мен қаша берейін. Сендер осындай видео ұнаған болса, өтініш маған лайк басып тіркелеміз.